Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кір жуғыш машинаны күту әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең бірінші осы порошок салатын лотогы. Осы лотокта көбісінде порошок қатып қалады. Менде де болған ондай жағдай. Мен көп түрлі әдісті қолданып кетпей, ең соңында осы маған көмектескені дәретхана тазалауға арналған утенок. Оны екі жағына, ол сұйықтықты екі жағына құямыз. 5-10 минут қана ұстаймыз. Одан ұзақ ұстауға болмайды. Содан соң жақсылап жуып тазалап аласыздар. Содан соң мына есігінің айнасын кәдімгі айна сүртуге арналған сұйықтықпен тазалап тұрамыз. Әр кір жуған сайын солай сүртіп алу қажет. Осы шашып, жақсылап сүртіп тазалап аламыз. Содан соң осы қосалқы есігі бар кір жуғыш машиналардың резинасының арасы кір болып кетеді. Соны міндетті түрде губкамен немесе өзіңізге ыңғайлы щеткамен тазалап алуға болады. Осылай ашып, меніңкіде кір болып кеткен. Осылай ашып, жақсылап тазалап аламыз. Содан соң осы барабанын жақсылап сүртіп тазалап аламыз. Щеткамен тазаласаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай тазалап алуға болады. Әр кір жуған сайын міндетті түрде тазалап тұрған дұрыс. Себебі бұл жерге тиын, жаңағы кейде қалтаны қарамай саламыз, сол кезде қажетсіз заттар осы жерге тұрып қалады. Содан соң мына фильтрін осылай ашып, жаңағы оң жақ қарай бұрап, жуып тазалап аламыз. Мен кеше ғана жуған болатын, менікі таза. Бұған да сондай кір және қажетсіз заттар тұрып қалады. Міндетті түрде тазалап тұрған дұрыс. Сол кезде кір машинадан су ағу деген болмайды. Порошок салатын лотогы жуып дайын болды. Енді осыны мына жеріндегі мына көк не алынады, білетін шығарсыздар. Мен алам деп үстін басып сындырып болған болса, үстін бассаңыздар оңай алынады. Содан соң лотокты жуған кезде ыңғайсыз болса, мына жерінде ажыратып алуға болады. Оны кішкене абайлап ажырату керек, әйтпесе сынып кетуі мүмкін. Міндетті түрде кір жуып болған соң лотогын есігін ашып, жарты сағаттай кептіріп алған жөн. Сіздерге осы кеңес ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Аяулым.